Осы күнге дейін біз 3 кен орнының 80%-ын сатып алатын тауарларын зерттеп шықтық. Осы күнге дейін 109 мыңнан астам тауарларын зерттеп, талдап, 109 мыңнан астам зерттеп, талдап, біз өзімізде бір не істеп қойдық, реттеп қойдық. Каталог. Барлығы бізде бар. Бұл мағлұматтың барлығы біздің сайтта бар. Халықаралық стандарттарды біздің елімізде халықаралық компаниялар талап етіп отыр. КПО, Шойн, Кок деп жатыр қой. Сол компаниялардың талаптары халықаралық стандарттар. Енді жаңа алдында біз айтып кеткендей, ең көп сатып алатын тауарлар осы 3 кен мұнай газ кен орындар сатып алады. Сол үшеуіне сату үшін әрине өндіріс стандарттарға сай болу керек. Оларға жаңағыда оларға өзінің тауарын сату үшін. Сол мысалы егер жергілікті компания өзінің жаңа сертификатын алып, ақша жұмсаса, сол ақшасының жаңа 60-70 миллион теңгесін үкімет орнына өтеп береді. Қайтарады. Ол менің ойымша өте жақсы бір қолдау. Мұнай газ саласындағы бір өндірістің арқасында қасында басқа да салалар дамиды. Мультипликативті әсері бар. Мысалы, өндіріс ашылса, оның жанында жаңа жатақханалар жалға алынады, асханалар жұмыс істейді, және мысалы мынау көліктерді жалға алады, логистика жұмыс істейді. Енді оның айтып отырмын ғой, елге беретін септігі, тиімділігі өте көп. Сол бір ғана саланың дамуының арқасында 4-5 сала дамып келеді. Бәсекелестікте екі фактор ғой. Біріншісі ол сапасы мықты болу керек, халықаралық стандарттарға сай болу керек. Ол бір. Екіншісі баға. Әрине, егер бағасы қатты қымбат болып жатса, біздің өндіріс, біздің тауарлар мысалы ұталмайды, қатысқан тендерларында. Ал егер бір тұрақтылық пайда болып, тапсырыстар көп болып, осы бизнес бір өзінің бір жаңағыдай өзінің бір деңгейіне шықса, бір белгілі бір жақсы бір деңгейге шығып жатса, оның бағасы жайлап ақырындап өзгереді. Сөйтеді, ол мысалы уже 3-ші сатыға өтсе болады. Басқа алыстау елдермен сауда жасауға мүмкіндік пайда болады. Бірақ менің ойымша бірінші сол ішкі нарық, екінші жақын тұрған көршілес елдер, 3-ші саты ары қарай уже бара береді. Құрметті Energy Analytics тыңдармандары, оқырмандары, бүгінгі подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі подкастымыздың қонағы Дастан Бақтыұлы Әбішев мырза. Дәке, қош келдіңіз. Рахмет көп, Әбеке. Шақырғандарыңызға рахмет. Дастан мырза, IMB халықаралық мұнай газ орталығының бас директоры. IMB бойынша дегеніміз не өзі жалпы? Дәке. Бізде IMB орталық деп айтамыз. Бірақ негізгі біздің компаниямыздың аты мұнай газ машина жасау саласын дамытуға арналған халықаралық орталық деп. Қысқашасын енді ұзақ болғаннан кейін қысқаша кейде біз IMBC деп айтамыз, ағылшынша International Machine Building Center деп, немесе IMB орталығы деп қысқа жазып айтып жүреміз. Кішігірім, бұл қашан құрылды, бұл қандай өзі орталық? Біз 2021 жылы құрылдық. Біздің құрылғанымыз ол негізінде үкіметтің бастамасы болды. Үкіметтің бастамасымен біздің еліміздің ең ірі мұнай газ кен орындары Қашаған, Қарашығанақ, Теңіз кен орындарының операторлары құрды бізді. Біздің құрылтайшыларымыз болып саналады. Жалпы мақсаты бұл халықаралық орталықтың? Жалпы құру мақсаты біздің еліміздің, мысалы біз товар, жұмыс, сервис деп айтамыз ғой. Услуга деп айтамыз. Бізде елімізде товарлардың жаңағы пайызы аз болды. Сондықтан үкімет еш көңілі толмады товарлардың пайызына. Соған байланысты үкімет 3 кен орнының операторларымен бірге осындай бір мекеме құрайық, тек қана осы товарлардың дамуымен айналыссын деген сондай бір ұсыныс білдірді. Сол ұсыныс білдіргеннен кейін 3 кен орнын қолдап біз құрылдық. Осы күнге дейін біз 3 кен орнының 80%-ын сатып алатын тауарларын зерттеп шықтық. Осы күнге дейін 109
мыңнан астам тауарларын зерттеп талдап 109 мыңнан астам зерттеп талдап біз өзімізде бір не істеп қойдық, реттеп қойдық. Каталог барлығы бізде бар. Бұл мағлұматтың барлығы біздің сайтта бар. Біздің халықаралық орталықтың жалпы біз 4-5 бағытта жұмыс істейміз. Біріншісі ол үлкен кен орындарының сатып алатын тауарларын зерттеп шығамыз. Қандай тауар, қанша көлемде, қашан алынады деп примерно сондай бір болжамдап сондай бір зерттеу жасаймыз. Біріншісі, екіншісі техникалық талаптарын, сипаттамаларын жалпылаймыз. Одан бөлек біз жергілікті нарықты зерттейміз. Қандай зауыттар бар, қандай деңгей олардың қандай, осы күнге дейін 200-ден астам зауыттар біз аралап шықтық. Одан бөлек біз егер зауыт өндіруші өзінің қызығушылығын білдіріп жатса, біз оның әлеуметін даму жоспарын әзірлейміз. Бүкіл терең техникалық аудит жасап, оның барлық кемшіліктерін көрсетіп, оның аяққа тұрғызуға біз көмектесеміз. Тіке нық тұруға. Жаңа үш оператордың талаптарына сай болу үшін қандай жұмыс жасалыну керек, соның бәрін біз оған көрсетеміз. Одан бөлек біз инвестиция тарту, трансфер технология, инвесторлармен бірге тығыз жұмыс істейміз. 37 жол картасына қол қойдық, 24 келісім шартқа, меморандумға қол қойдық жаңағы OEM компанияларымен. OEM компания деген ол производители оригинального оборудования, Siemens сияқты үлкен жаңа халықаралық компаниялар. Одан бөлек бізде адвокация бағыты бар. Ол өндірісте, жалпы индустрияда қандай бір сұрақтар бар, қиын. Сол сұрақтарды шешуге біз өз септігімізді жаңағы тигіземіз. Сол сұрақпен жұмыс істейміз министрліктермен бірге. Өйткені министрліктен, үкіметтемізде қолда бар ғой. Сол сұрақтарды біз солардың алдында көтереміз. Сол сұрақтарды бірге шешуге тырысамыз. Сол жалпы біздің халықаралық орталықтың 4-5 бағыты, ең басты бағыттардың бірі осы жұмыстар. Жалпы осы тауар деп айтасыз. Тауар дегенде жергілікті тауар ғой, түсінген бе? Әрине, жергілікті тауар дегеніміз ол елімізде өндірілген және де өңдеу процестері, құрамы, өңдеу процестері елде жасалған тауарлар деп саналады. Осы күнге дейін енді жергілікті тауарды біз STKZ деген сертификат арқылы растаймыз. Бірақ 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қазір өнеркәсіп және құрылыс министрлігі бірыңғай тізім дайындап жатыр. Единый реестр отечественных товаропроизводителей деп аталады. Сол реестр арқылы, сол тізім арқылы біздің жергілікті тауарлар расталады. Жергілікті өндірушілер расталады. Жалпы жергілікті тауар дегенде бізде әртүрлі түсінік бар ғой, ұғым. Жергілікті тауар деген бір ұғым бойынша 100% жасалу керек дейді. Бір ұғым бойынша құндылығы маңызды дейді. Жалпы біздің Қазақстан түсінікте қандай? Жалпы халықаралық түсінікте қандай? Негізінде біз егер мысалы басқа елдерге қарасақ, мысалы араб елдеріне қарасақ, Катарды алсақ, немесе жаңағы Біріккен Араб әміршілігін қарасақ, олар құрайды, жаңағы тауарды құрастырады, мысалы. Ол да бір жақсы деп ойлаймын. Одан ешқандай шектеу қоюдың қажеті жоқ. Ол неге байланысты? Бізде литио сырье егер болып жатса елде, біз тауарды өзіміз шығаруға мүмкіншілігіміз болады. Ал егер кейде бір ондай жаңағыдай болмаса, литио мен сырье, біз енді басқа елдерден мәжбүр боламыз, басқа бөлшектерді алып келуге. Сонда алып келіп елде товарды құраймыз да, мысалы айтқанда собираем да, сборкой занимаемся. Ол да мен ойымша жаңағыдай нормальный процесс. Әрине, неғұрлым көп пайызы көп болса, жаңағы құндылығының, құрамының елде өндірілген, ол бізге жақсы, елге жақсы. Бірақ егер біз мысалы халықаралық стандарт деп айтатын болсақ, көп мысалы бізде темірдің жаңағы құрамы келмейді, сапасы келмейді. Сондықтан біз басқа елдерден алып келуге мәжбүр боламыз. Сол алып келіп, сол тауарды осында құраймыз.
яғни мұның ең бастысы бастап кету, келешекте бәлкім одан да көбейе беру ғой негізі. Бірақ осы тауарларда мысалы маған қызық та, мұнай-газ саласында неше түрлі ұғым бар. Біз көбінесе мұнай-газ деген кезде құбыр дейміз, немесе бір техника дейміз. Ары кетсе бір үлкен бір зауыт деп ойланамыз. Бірақ оның ұғымы көп қой дегенім, ол тауар жалпы. Ол тауардың ұғымы көп қой, бірақ біз мысалы егер мұнай-газ саласын алатын болсақ, бізде мыңдаған тауарлардың түрі қажет. Біздің мысалы кен орындарымыз мыңдаған тауарларды сатып алады, қолданады. Енді оның тауарлардың түрі көп, бірақ мысалы осы күнге дейін жақсы бағыттарда бізде өзіміздің жергілікті компаниялар жасайды, тауарларды елде шығарады. Енді барлығын өздері 100% өндіріп шығарады деп айта алмаймын. Көбісі енді бірақ 50%-дан аса елде өндіріледі. Жаңағы құрамы мен өңдеу процестері елде болғандықтан, ол жергілікті тауар деп санау деп дұрыс деп ойлаймын. Ал жалпы басында біз мысалы құрастырсақ одан ештеңе жоқ, құрастыра беруге болады. Бірақ жайменде бірте-бірте жаңағы оның өңдеу процесі тереңдігі ары қарай кете беру керек, арта беру керек. Сонда біз мысалы басында құрастырылса товар бір 2, 3, 4, 5 жылда жаңа пайызын көтереміз. Ол бүкіл әлемде қолданылатын тәжірибе. Қазақстанда сол модельмен жұмыс істеп келе жатыр. Сондықтан солай деп ойлаймын. Жалпы қазіргі бізде түсінген Қазақстанда ең үлкен негізі мұнай-газ саласы, жаңағы айналымы, тауарлардың айналымы бір саласы. Және мұнай-газ ішінде ең көп әрине жаңағы 3 кен орында. Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған. Бәлкім сондықтан болар алғашқы жаңа сіздер орталықты осы бағытта ашып отырсыздар, және де соны құрылтайшылармен бірге ашып отырсыздар. Жалпы қазіргі таңда енді сандармен сөйлейтін болсақ, тауардың пайызы осы 3 кен орнында жалпы Қазақстанда қанша? Және қанша, 10 жыл бұрын қанша еді, қазір қанша болды? Оның рас, елімізде ең көп мұнай-газ саласында сатып алатын мекемелер осы 3 кен орын болып саналады. Пайызы өте жоғары сатып алатын тауарлардың. Сондықтан мысалы біз КПО, ТШО, НКОК деп айтамыз. Әрине және де Қазмұнайгаз компаниясын айтамыз. Бірақ осы егер бәрімен салыстырған кезде 3 мұнай-газ кен орны ең көп сатып алады тауарларды. Соңғы бір 2-3 жылда жақсы жұмыс жасалынып келе жатыр жаңа серпінмен. Егер мысал келтіретін болсақ, Қарашығанақ кен орны КПО компаниясы 2024-ті 18%-бен жапты тауарды. Ал мысалы НКОК компаниясын алатын болсақ, олар 15%-бен жапты. Жалпы жаман емес нәтиже деп ойлаймын. Әрине мен қазір енді нақтысын 10 жыл бұрын қанша болғанын айта алмаймын. Бірақ сол 9-10%-дің арасында болды деп ойлаймын. 9-10%. Сонда жылдан жылға көтеріліп келе жатыр. Ол пайыздардың көтерілудің артында үлкен жүйелі жұмыс жатыр. Сол жұмысқа біз компаниямыз құрылғалы бері біз атсалысып кеттік. 3 оператормен бірге қоян-қолтық жұмыс істеп келе жатыр осы күнге дейін. Басты мақсатымыз жергілікті компаниялардың көбейту, олардың халықаралық стандарттарға сай болуы. Өйткені өзіңіз білесіз, 3 кен орын, мұнай-газ кен орны, олардың табиғи ерекшеліктері өте күрделі. Қысым бар, күкірт сутегі бар, және де ауа райы, қыста қатты суық болса, жазда ыстық. Сондықтан және де олардың өздерінің құрылтайшылардың талаптары сондай болды. Халықаралық стандарттарға сай
тауарларды біз аламыз деген. Өйткені жаңағы қауіпсіздік жаңағы сұрағы бар. Қауіпсіздік сұрағы ол бірінші жаңағыдай сатыда оларда. Сол үшін біздің барлық тауарлар, өндірілген тауарлар сондай сай болу керек олардың талаптарына, стандарттарына. Сол тұрғыда біз жұмыс істеп келе жатырмыз жергілікті өндіріспен. Жалпы осы жуырда бір Орал қаласында өңірлік инвестиция несі болды, форум болды. Сол кезде презентациядан көріп қалғам, КПО-да 2030-ға қарай 30%-ға жеткізу деген. 35 па әлде 30 ма есімде емес енді. 30 деп. Жалпы қазір үкіметтің талабы сондай болып жатыр. Жылдан жылға біз пайызды көтеру керекпіз деген сондай талап қойып жатыр операторларға, жалпы барлық үлкен мекемелерге. Ал енді КПО компаниясының қазіргі таңда өзінің ұстанымы сондай болып жатыр. Тауарды көтеру керекпіз деген сондай өзіне мақсат қойып жатыр олар. Қателеспесем 2030-да 30% деп сондай бір өздеріне мақсат қойып жатыр. 5 жылдан кейін, 4 жыл мына тұрған, алыс емес. Алыс емес. Әрине оның артында үлкен жұмыс болады. Өте үлкен жұмыс болады. Шынымды айтайын, оңай емес. Жергілікті өндірушілерді халықаралық стандарттарға ауыстыру, халықаралық стандарттармен жұмыс істеу деген оңай болып жатқан жоқ. Бірақ сонда да жақсы өзгерістер болып жатыр. Соның нәтижесін көре жатармыз жақын арада. Болады деген үміттеміз, 30%-ға жетеді. Жалпы негізі жергілікті өндіріс ол сол өңірдің экономикасына да өте қатты жаңағы әсерін серпін береді. Әрине. Жалпы Қазақстанға да серпін береді. Осы тұрғыдан сіз қандай мүмкіншіліктер ашылады деп ойлайсыз? Енді әрине бірінші себепте, бірінші кезде ол жұмыс орындар, төленетін салықтар. Одан бөлек біз жаңағы жаңа технологиялар елге алып келінеді. Халықаралық стандарттармен тауарлар өндіріледі. Трансфер технология деп айтамыз. Бүкіл технологиялық линейкалардың барлығы жаңартуы, жалпы өндірістің басқа деңгейге көтерілуі, осындай мысалы талаптардың жұмыстың арқасында септігі тиеді елге. Одан бөлек мысалы мұнай газ саласындағы бір өндірістің арқасында қасында басқа да салалар дамиды. Мультипликативті әсері бар. Мысалы өндіріс ашылса, оның жанында жаңағы жатақханалар жалға алынады, асханалар жұмыс істейді, және мысалы мынау көліктерді жалға алады, логистика жұмыс істейді. Енді оның айтып отырмын ғой, елге беретін септігі, тиімділігі өте көп. Сол бір ғана саланың дамуының арқасында 4-5 сала дамып келеді. Мультипликативті әсер деген осы. Және жалпы экономиканың дамуы, экономика деген осы деп мен есептеймін. Тамаша. Ал енді бәсекелес жағына келетін болсақ, әрине 3 кен орнының ең көп жаңағы талап ететін, өзіңіз айтқан секілді өздерінің стандарты бар, дүниежүзілік күрделі кен орнында күрделігі бар. Сондықтан бұл бәсекелестік жағынан шетелдік компаниялармен әрине біз жаңағы сіз айтқан секілді пайызы мысалы 15%, 18% арасында болып тұрса, сол бір не себебі сол. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы қаншалықты біздің жергілікті компаниялар шетел компанияларын бәсекелесе алады? Және бұл тұрғыда қиындықтар қандай болып жатыр бәсекелестік тұрғыдан? Өте жақсы сұрақ. Сіз білесіз ба, осы біздің кен орындардың егер өндіріс жанында болса, біз осы үлкен компаниялар және олардың құрылтайшылары үлкен қаражат үнемдейді логистиканың арқасында. Ол бір. Екіншіден уақыт үнемдейді. Мысалы, кейбір кезде бір шұғыл тауардың керек болып жатса, мысалы өндіріс кен орнының қасында болса, қанша уақыт біз үнемдейміз? Ол екінші сұрақ бар. Егер осы тұрғыда қарайтын болсақ, осы елде өндірілген тауарлардың өзінің артықшылықтары бар. Әрине әлемнің мықты компаниялармен бәсекелеске түсуге өте қиын.
өйткені олар біріншіден олардың артында тарихы үлкен. Мысалы 100 жылдан астам компаниялар бар, және олар бүкіл әлеммен жұмыс істейді, бүкіл әлеммен сауда жасайды. Әрине олармен бәсекелеске түсу біздің мысалы жаңа пайда болған компанияға өте қиындау. Ол бір. Екінші, халықаралық стандарттар. Ол стандарттарға сай болу үшін біраз жұмыс жасалыну керек елде. Біз жаңағы сертификация жасайтын органды шақырады компаниялар, жергілікті өндіріс, соны зерттейді өзінің жаңағы өндірісін, кейін олар оң баға береді, ол да уақыт алады, ол да қаражат. Бірақ оған қарамастан қазіргі таңда ақырындап бізде осындай мүмкіншілігіміз пайда болды бәсекеге түсуге. Ол неліктен? Біріншіден, біз мысалы жергілікті компаниялар егер бір компанияға өзінің тауарын сатса, әлде 2-3 компанияға сатса, оның бағасы өзгереді. Масштаб дейміз ғой. Масштаб үлкейеді. Сол масштабтың арқасында ол кішкене өзінің жұмысын тұрақтандырып алады. Сол тұрақтандырып алғаннан кейін ода мысалы заказдар болады. Сол заказдармен ол жұмыс істей береді. Осы күнге дейін жақсы компаниялар бар. Біздің өзіміздің тауарларды елде өндірілген экспортқа шығарып жатыр. Мысалы, ол бағасы жағынан да ақырындап жаңағыдай тиімді болып жатыр. Мысалы, көршілес елдерімізге сатып жатырық. Түркияға, мысалы, басқа да ТМД елдерімізге сатып жатырық. Әзербайжан бар, Түркменстан, Өзбекстан бар. То есть біз жайлап осылай шығып жатырық. Мысалы, ішкі нарықтан сыртқы нарыққа шығып жатырық. Енді ол, мен ойлаймын, бірінші қадам дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біз бірінші ішкі нарықты толтырып, екінші саты ол көршілес елдерге сату керекпіз. Экспорттау керекпіз. Логистика жақын, уақыт үнемдейді. Мысалы, Әзербайжанда халықаралық компаниялар жұмыс істейді. Шетелдік. Оларға да халықаралық стандарттарға сай тауарлар керек. Ал біздің ел сол тауарларды мысалы осы күнге дейін шығарып жатса, олар сатып алады. Біз саймыз стандарттарға. Ең жақын көршілес елдерге шығып, ары қарай шыға беру ғой. Үшінші саты жаңағыдай, неғұрлым егер компанияда заказ, тапсырыс көп болса, оның экономикасы өзгереді. Бағасы түседі. Осы бағасы түскен сайын, оның жаңағыдай ең бірінші бәсекелестікте екі фактор ғой. Біріншісі ол сапасы мықты болу керек, халықаралық стандарттарға сай болу керек. Ол бір. Екіншісі баға. Әрине, егер бағасы қатты қымбат болып жатса, біздің өндіріс, біздің тауарлар мысалы оталмайды, қатысқан тендерларында. Ал егер бір тұрақтылық пайда болып, тапсырыстар көп болып, осы бизнес өзінің бір деңгейіне шықса, белгілі бір жақсы бір деңгейге шығып жатса, оның бағасы жайлап ақырындап өзгереді. Сөйтеді да, ол мысалы уже үшінші сатыға өтсе болады. Басқа алыстау елдермен сауда жасауға мүмкіндік пайда болады да. Бірақ менің ойымша, бірінші сол ішкі нарық, екінші жақын тұрған көршілес елдер, үшінші саты ары қарай уже бара береді. Бірақ әрине шектеу жоқ қой. Бүкіл әлемде мұнай-газ халықаралық компаниялар жұмыс істеп келе жатыр. Олардың барлығына күн сайын мыңдаған тауарлардың түрлері керек, қажет. Олар әрине іздейді. Бірінші жаңа айтқандай сапаға қарайды, екінші бағаға қарайды. Егер біз баға жағын дұрыстап алсақ, онда біз жалпы бір Каспий сияқты бізде бір үлкен бір мұнай-газ компаниясы арасында шығу керек қой, дүние жүзіне бір бренд болып шығу керек деп ойлаймын. Шығады деп ойлаймын. Сіздің тәжірибеңізде сол енді ірі оператор тарапынан жергілікті өндірушілерге жалпы нақты қолдау бар ма? Яғни осы өнімдерге әлде көбінесе сырттан келген өнімдерге басымдылық байқала ма? Біздің мысалы орталықтың құрылуы менің ойымша осы операторлар тарапынан қолдаудың бір түрі деп ойлаймын. Ол біз үш оператордың барлық сатып алатын тауарларын зерттеп талдап шықтық. Болжамдап, мысалы қандай тауар қанша уақытта, қанша көлемде керек деген бізде ақпарат бар. Бизнесқа бірінші ең керегі ақпарат қой. Қандай тауар сатып алайын деп жатыр, қашан тауар сатып алынады, оның техникалық сипаттамалары қандай, талаптары қандай деген. Осы бүкіл ақпаратты бізге үш оператор беріп отыр осы күнге дейін.
біз олардың сатып алатын тауарларын зерттейміз, болжамдап шығарамыз көлемін. Одан бөлек ол техникалық сипаттамаларын, техникалық стандарттарын бізге береді. Оларды біз жалпылаймыз, үшеуін қосып бір құжат жасаймыз. Сол барлық мағлұматты, ақпаратты біз бір жерде жинап, зерттеп, бизнеспен бөлісеміз. Сол ол қолдау деп ойлаймын. Екіншіден, операторларға жаңа айтқандай, егер кен орнының қасында болса, өндіріс оларға жақсы. Логистиканы, мысалы біз қазір саясатқа қарасақ, енді Россиямен өзіңіз көріп жатсыз, көп шекаралардың барлығы жабылып, немесе жаңағы тауарлар, мысалы Европадан, Америкадан маршруттар ұзарып кетті. Ол да ақша ғой. Ақшаның жаңағы тауардың құны өседі, уақыт үлкейеді. Сол демек, сол тұрғыда бізде елде неғұрлым көп ашылса, операторлардың өздеріне ол тиімді, өздеріне керек деген осындай мен ойлаймын. Екінші пандемия болды, мысалы, бүкіл шекаралардың бәрі жабылып қалды, сауда тоқтады. Ал ертең кен орнында бір жаман жағдай болып жатса, шұғыл тауарлар керек, мысалы. Оны біз шетелден алып келеміз дегенше қанша уақыт жоғалтамыз. Оны операторлардың өздері түсініп отыр. Жалпы осы халықаралық орталықтың құрылу кезінде, осы біз пандемия кезінде басталды келіссөздер. 3 кен орнының құрылтайшыларымен келіссөздер бастадық пандемия кезінде. Сол кезде олар өздерінің көздері жетті. Неғұрлым кен орнының қасында өндіріс болса, соғұрлым өздеріне де тиімді керек болады. Сол 21-ден бастап құрылып кеттіңіз одан. Содан кейін 21-ден бастап біз құрылып. Ал мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатыр ма? Әрине. Сіздер енді жекеменшік компания қолдаса да, мына жақта мемлекет бар. Жан-жақты. Біз қызық ғой. Мемлекеттің, үкіметтің бастамасымен құрылғанбыз. Бізде осы күнге дейін үкіметтің толықтай қолдауы бар. Кез келген сұрақ бойынша. Біз мысалы бірінші әрине энергетика министрлігі күн түні осы сұрақты бақылауда. Жергілікті өндірушілерді қолдау, оларға тапсырыс беру, олармен жұмыс істеу, энергетика министрлігі өте көп көңіл бөліп жатыр осы күнге дейін. Олармен біз тығыз жұмыстамыз. Олар бізбен де, операторлармен де бәріміз бір жұмыс жасап жатырық. Одан бөлек өнеркәсіп құрылыс министрлігінен қолдау бар, сыртқы істер министрлігінен қолдау бар. Бізде Қазақ Инвест деген компания бар, олармен де біз тығыз жұмыс істейміз. Мысалы, инвесторларды тарту бойынша, олармен келіссөздер жүргізу бойынша. Жалпы қолдау бар. Ол мысалы басқа да инвесторлар келген кезде бір инфрақұрылымдық сұрақтар пайда болады бойынша. Солар бойынша үкімет көмектеседі, тырысады көмектесуге. Жергілікті әкімшіліктерден қолдау бар, тікелей байланыстамыз. Барлық көбінесе сол батыста барлық әкімшілікпен біз байланыстамыз. Енді инвесторлармен келіссөздер жүргізген кезде олар өздерінің көмегін беріп отырады. Жаңа ғана айта кеттіңіз, инвесторлармен келіссөздер жүргізесіздер. Осы кезде Қазақстанның өндіретін тауарлардың үлесін арттыру үшін қандай нақты талаптар қоясыздар инвесторларға? Келе жатқан бар. Біз біріншіден оларға айтамыз, жаңағы тауардың жаңағы пайызы, елде өндірілген пайызы бірте-бірте өсу керек деген бірінші талап қоямыз. Егер басында ондай мүмкіндік болмаса, пайызын үлкен қылуға, бірте-бірте үлкею керек деген сондай бір талап қоямыз. Ол нөлден бастау мүмкін да? Жоқ, нөлден бастау ондай мүмкін емес. Кем дегенде 25-30% бастайды олар. Ол бір. Екіншіден, біз өзіміздің мамандарды оқыту керек деген сондай талап қоямыз. Олар өздері де қызығады, өздері де сол сұрақпен айналысады. Біз мамандарды оқыту керек, олардың тәжірибесі мол болу керек деген кадрлармен біз айналысамыз. Жалпы мен алдында айтып жүрмін, осы инвесторлармен келіссөздер жүргізген кезде біз арбаны да сындырмай, өгізді өлтірмей,
бір тиімді бір келісім шартқа келу керекпіз барлық жақтар. бар жағын Барлық win-win жақтар, дейсіз ғой бәріне. win-win деген болу керек. Мысалы инвестор әрине ол өзінің ақшасын ел экономикасына құйып жатыр ғой. Завод салайын деп жатыр, өндірісті ашайын деп жатыр, трансфер технология дейді, барлығын алып келеді. Біздің мамандарды оқытады, бізге елге мысалы компаниясын осы жерде зарегистрировать, мысалы да, салық төленеді, компаниясын тіркейді осында. Ол өз жағынан жұмысын жасайды. Біз өз жағымыздан мемлекет, мысалы үкімет қолдау көрсетуге тырысады, жер беріп, инфрақұрылымдық сұрақтарын шешіп беруге, басқа да салықтық немесе жаңағыдай кеден сұрақтарымен көмектесуге тырысады. Ал операторлар тарапынан тапсырыстар, келіссөздер жүргіземіз. Сол үш жақты жұмыс қой бұл. Инвестор, операторлар, үкімет үш жақты сондай жұмыспен айналысып келе жатыр. Бір площадка, шаңырақ болып тұр ғой. Иә, бір жерде бәріміз кездесіп, бір мәмілеге келуді. бір өзімізге бір мақсат қоямыз. Сол мақсатты орындау үшін не жасалыну керек, қалай жасалыну керек, қалай ол мақсатқа жету керекпіз. Соның барлығын біз шегелеп, әр тарап өз жұмысын жасап, сол соңында нәтиже компания келіп, елде өзінің өндірісін ашу керек. Шетелдік компания ақша құяды ғой. Елімізге экономикасына ақша құяды. Ол да үлкен бір шаруа негізінде. Үлкен осы күнге жақсы үлкен жұмыстар жасалынып келе жатыр. Жаңа айтпақшы, мен ең бастысын айтуға есіме шығып кетті. Үкімет тарапынан қолдау бойынша бізде өнеркәсіп құрылыс министрлігімен бірлесе отырып бюджетке 1,8 миллиард теңге құйылды. Ол ақшаны, ол қаражатты біз халықаралық сертификаттар, стандарттарды алған компанияларға орнына өтеп береміз. Мысалы, олар ақша жаңағыдай жаратады, жұмсайды ғой. Сол ақшаны мысалы біз осы күнге дейін алдында 3000 айлық есептік көрсеткіш болды. Қазір 3000-нан 15000 айлық есептік көрсеткішке ауыстырылады. Ол енді былай айтқанда 60-70 миллион теңге. Сол мысалы, егер жергілікті компания өзінің сертификатын алып, ақша жұмсаса, сол ақшасының 60-70 миллион теңгесін үкімет орнына өтеп береді. Қайтарады. Ол менің ойымша өте жақсы бір қолдау. Өйткені осы күнге дейін мысалы Америка мен Германия деп айтайық, басқа елдерде үкімет тарапынан осындай қолдау осы күнге дейін келіп жатыр. Осындай болып жатыр, осындай қолдау. Былай қарасаң, мықты елдер, экономикасы мықты, жергілікті өндірісі мықты, бірақ сонда да осы күнге дейін олар қолдап келе жатыр. Субсидия жасайды әртүрлі. Қанша жыл қолдау бар. Жыл өтсе де дейсіз ғой. Қанша жыл өтсе де осы күнге дейін қолдап келе жатыр. Енді біздің үкімет әрине өз жағынан қолдау көрсетіп жатыр, бірақ осы жаңағы сертификаттарға кеткен қаражатты орнына өтеп беру деген мықты қолдау деп ойлаймын үкімет тарапынан. Әрине. Бізде сондай алдындағы стандарттар, оны түсінген госстандарттар болды. Бізде біздің өзіміздің стандартымыз СТРК ғой, стандартымыз. Және де госстандарты бар. Бізде мынау евразиялық недеміз ғой, кеңестіміз ғой, ГОСТпен жұмыс істейміз көбісі. Кеңес одағынан қалған стандарттар ғой, ГОСТ деген. Жалпы. Бірақ соларды шетелдік сертификаттарға өткізу, стандарттарға өткізу мақсатында. Бізде бүкіл әлем халықаралық стандартпен жұмыс істеп келе жатыр ғой. Сонда біз үкіметке ұсыныс жасағанбыз. Өндірісімізді, елімізде ашылып жатқан жаңа өндірістерді халықаралық стандарттармен ашылсыншы деп, соғылсыншы, салыншы деп сондай бір ұсыныс жасадық. Енді ол осы күнге дейін біз әлі талқылаудамыз ол сұрақта. Барлығын тең халықаралық стандарттарға ауыстыру деген дұрыс емес шығар, қиын болып қалады. Жергілікті компаниялар қиындау болады. Бірақ жаңа салынып жатқан өндірістер бірден өткізіп жүргізеді. Неге мысалы 26 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы елде ашылатын жаңа өндірістер тек қана халықаралық стандарттармен ашылу керек деген сондай бір талап қоймасақ деп ойлап отырмын да. Ол да дұрыс. Бүкіл әлем осындай стандарт бойынша жұмыс істеп келе жатыр. Жалпы халықаралық стандарт ол әлемдік нарыққа жол. Біз оны сол жолмен жүру керекпіз, бастау керекпіз жүруді. Осы күнге дейін бастадық, бірақ ары қарай жүру керекпіз да, осы жолмен. Жалпы осындай өңірлерде зауыттар, өндірістер ашылып жатыр ма жаңа стандарттармен? Әрине. Бізде соңғы бір жылдары
Мысалы біздің тікелей осындай операторлармен бірлесе отырып, министрлікпен, уәкілетті орган PSE-мен бірлесе отырып, соңғы жылдары бір 8 жаңа жоба ашылды. Олар шетелдік инвесторлар келіп, өздерінің жаңа инвестициясын әкелді, ақшасын құйды, жаңа стандарттарға, халықаралық стандарттарға сай тауарлар шығарыла бастады бізде, өндіріле бастады елімізде. Бұл жуырда болған нелер да, ашылулар. Осы бізде соңғы жылда 8 жаңа Американың компаниялары келді, Италиядан компаниялар келді, Малайзиядан компаниялар келді. Ал жақын арада біз осы жақын бір 2 жылда тағы жаңа 10 жоба ашылады. Ол жерде де Германиядан көп инвестициялар келіп жатыр, Кореядан келіп жатыр. Жаңа өндірістер ашылады халықаралық стандарттарға сай. Сол енді шамамен бір 80 миллион доллар осы күнге дейін жаңағыдай инвестиция құрамы мөлшері. Және де бір 400-ге жуық жұмыс орындары ашылады. Бірақ мәселе онда емес, мәселе жаңа өндіріс пайда болады бізде. Елде алдында ашылмаған жаңа өндіріс халықаралық стандарттарға сай пайда болады. Оны кейін мемлекет қайтадан жүктемей ма? Сендерде жаңа госстандартпен де жұмыс істеулерің керек деп. Әлде мемлекетте қолдау бар ма? Халықаралық стандарт болса, бірден бастап кете берсеңдер болады дегендей. Енді халықаралық стандарттарды біздің елімізде халықаралық компаниялар талап етіп отыр. КПО, ТШО, НКОК деп жатыр ғой. Сол компаниялардың талаптары халықаралық стандарттар. Енді жаңа алдында біз айтып кеткендей, ең көп сатып алатын тауарлар осы 3 кен мұнай газ кен орындар сатып алады. 80% дейді ғой, негізі. Сол пайызға жуық. Енді нақтысын қазір айта алмаймын, бірақ 70%-ның көлемінде шығар. Үшеуі сатып алады ақшалай. Енді сол үшеуіне сату үшін әрине өндіріс стандарттарға сай болу керек. Оларға жаңағыда олар өзінің тауарын сату үшін. Ал үкіметтен ондай талап жоқ. Мысалы халықаралық стандарттар болсын деген осы күнге дейін әзірге. Мүмкін болашақта пайда болады. Бірақ қазірге ондай талап жоқ үкіметтен. Жақсы екен. Ал жалпы негізі жан-жақты қолдап жатыр, жан-жақты бұл салада өзінің нәтижесін беріп отыр ғой. Жалпы енді ішкі нарықты да қамтып жатырмыз. Енді шетелге нарыққа шығып жатқан мысалдар бар ма? Әрине. Экспортқа дегендей. Мысалы бізде 2 компания бар. Біз IMB орталығы тығыз жұмыс істеп, Қазэлектромаш, Қазэнергокабель деген. Олар Қазақстанда бірінші рет МЭК деген халықаралық сертификатқа ие болды. Бірге жұмыс істеп келдік, сол сертификатты олар алды. Международный электротехническая комиссия деген жаңағыдай сертификатты олар алды. Қалай ол сертификатты алды? Олар біріншіден операторлармен контрактқа отырды. Одан бөлек экспортқа дайын. Олардың жаңағы шығаратын тауары дайын. Экспортқа сата берсе болады. Жалпы бізде бірнеше компаниялар бар, жақсы компаниялар бар. Мысалы Алагеум компаниясын алайық, трансформаторлар, басқа да тауарларын Түркияға, ТМД елдерімізге сатып жатыр. Sigma Solution деген жақсы компания бар, шетелге шығарады өзінің тауарларын. Жалпы бізде көп компаниялар жақсы экспортқа өзінің тауарларын шығарып жатқан. Шығып келе жатыр, және әр нәрсенің өзінің кезеңіне байланысты. 90 жылдарда бәлкім аяққа енді тұрдық, 2000 жылдың басында шикізат өндіре бастадық, 2010-нан бастап бәлкім оны жаңағы жергілікті деген қоғам келе бастады. Енді экспортқа шығу кезеңі басталды. Бұдан арғы енді көбейе береді дегендей үміттеміз ғой. Жаңағы айттым ғой, бірінші біз ішкі нарықтың несін жаңағы бәрін толтырып, қамтамасыз етіп, жаңағы өндірістік тәуелсіздік ол ұлттық қауіпсіздікпен тең деп ойлаймын. Біз өзіміздің тауарларды шығарып тәуелсіз ел болу үшін біз басқа елдерден тәуелділігімізді азайту керекпіз. Неғұрлым көп азайтамыз, соғұрлым біздің тәуелсіздігіміз мықты болады. Сондықтан біз өзіміздің өндірісімізді дамытып, өзіміздің өндірісімізді қолдап, өзіміз тауарлар шығарып жатсақ, ол тәуелсіздіктің ең бастапқы бір белгілері деп санаймын өзім.
ол бізге елімізге керек, экономикамызға керек. Әрине. Елдің экономикасының дамуына қаражат, мысалы ақша сыртқа кетпеу керек, ақша іште қалу керек, салықтар төлену керек. Біздің ұлттық валютамыздың күшеюінің бір себебі сол. Ақша іште қалып, ақша елге жұмыс істесе, экономиканың дамуы осы. Әрине бірінші осы барлығын жауып, сұрақтардың бәрін, енді екінші саты экспортқа шығара берсек болады. Енді жалпы ондай не жоқ, мысалы біріншісін былай, екіншісін былай. Ол былай бірге келе жатқан дүние ғой. Егер тауарың жақсы болып, шетелде сұраныс болса, сатасың ғой, енді дұрыс қой, сату керек қой, экспортқа шығару керек, міндетті түрде. Иә, солай өзіміздің жаңағы Қазақстанда жасалған деген бренд пайда болады. Мүмкіншіліктердің барлығы бар бізде. Оны просто дұрыс қолдану керек та, аянбай еңбек жасау керекпіз барлығымыз. Жалпы негізі біз экспортқа шығуға дайынбыз ғой. Қаншалықты дайынбыз деп ойлайсыз? Енді тауарлардың көбінесе ішкі нарық дегенде анда ішкі нарық деп көбінесе қарайды, жергілікті тауар дегенде. Тауарлардың мыңдаған түрлері керек қой қазір. Еліміздің өзіміздің жаңа мұнай компанияларымызға керек. Бүкіл әлемде қанша сұраныс бар. Жақсы компаниялар бар. Өзінің жаңағы өндірісі мықты, тауарлары мықты, сапасы да мықты, экспортқа шығып жатқан компаниялар бар. Бірақ одан бөлек сонда да әлі де жүйелі жұмыс керек, жасалыну керек. Біз егер сіз масштаб бойынша сұрап жатсыз ғой. Әрине. Масштаб бар ма, масштаб жоқ па. Енді осы күнге дейін көңілімізден шығатындай масштаб жоқ шығар осы күнге дейін. Бірақ бастама бар, нақты нәтиже бар, жұмыс жүргізіп жатыр жұмыс. Егер осы темппен біз ары қарай жұмысты жасай беретін болсақ, біз масштабымызды үлкейтеміз да, экспортқа көбірек шығаруға көп компаниялар пайда болады. Бірақ ол әлде де көп жұмыс жасалыну керек. Сол жұмысты біз жасап келе жатырмыз. Жалпы енді бұл процесте енді не бар? Тағы бір жағы кадр бар. Кадр мәселесі. Қазір бізде осы өндіріске қажет мамандар жеткілікті ме? Қаншалықты осы кадр мәселесіне көңіл бөлініп жатыр? Шынымды айтайын, бізде бұл сұрақ өте күрделі сұрақ, қиын сұрақтардың бірі болып саналады. Жақсы мамандарымыз бар. Бірақ көбінесе біз байқаймыз, мысалы, өндірісте олардың жалақысы аздау төменде болады. Ол мықты маманды ұстау үшін сен жалақың мықты болу керек. Егер жалақымен ұстай алмасаң, ол кетіп қалады. Бізде жақсы мамандар бар. Осы күнге дейін елімізден жақсы жас жігіттер оқуларын бітіріп, мықты маман болды. Көбісі енді елде жұмыс істейді, болмаса сыртқа шығып жұмыс істеп, тәжірибе жинап, елге қайтып келіп жатқан балдар, жігіттер бар. Ол да дұрыс шығар. Халықаралық компанияларда жұмыс істеп, тәжірибені жинап, елге қайтып келіп, жаңағыдай жұмыс істеп, ол да бір бөлісуді өзінің шетелдік. Мысалы, біз былайша айтқанда болашақ бағдарламасы сол болды ғой. Мысалы, оқуды сыртқа шығып, оқып, жаңағы бәрін көріп, қарап, көріп шыққаннан кейін, оның бәрін үйреніп, сіңіп алғаннан кейін елге келіп, елдің экономикасында жұмыс істедік. Сол сияқты біздің мамандар, жақсы мамандар бар, бірақ айтып отырмын ғой, жаңағы сұрақ сол текучесть кадр деп айтамыз ғой. Ұстап қалу керек та сол кадрларды. Сол мәселесі бойынша енді сұрақ қиындау енді. Бірақ мысалы жаңа ашылып жатқан өндірістер, халықаралық стандарттармен салынып жатқан өндірістер, олар білет, жақсы маман алу үшін жақсы жалақы болу керек деген. Сондықтан мысалы жаңа ашылған жобаларда мықты мамандар жұмыс істеп келе жатыр осы күнге дейін. Олардың деңгейі мықты. Оларды оқытады. Мысалы шетелде оқытады, тәжірибе жинатқызады, сөйтті елге келіп жұмыс істейді бізде. Олардың жағдайын бәрін жасап береді. Сонда ол маман осы елде қалып жұмыс істеп, қызмет жасап, шын жаңағыдай ниетімен аянбай жұмысын істеп, ары қарай өзі дами береді. Өсе береді, өсіртеді оларды. Біз бұл сұраққа ақырындап келіп жатырық.
компаниялар да сол сұрақпен айналысып жатыр. Кадрларды үйретеді, оқытады, тоқтады. Жаңағыдай олар үйренген кезде мамандар өздері жаңа технологиямен жұмыс істейді ғой енді. Өздерінің деңгейлерін көтереді. Жалпы елдің айтып отырмын ғой, индустриясы көтеріледі басқа деңгейге. Ол мамандардың әрине біліктілігі, білімділігі, тәжірибесі, оның барлығы әсер етеді. Осы шетелде дегенде көбінесе араб елдерінде ғой, біздің қазақ қандастарымыз өте көп, мамандарымыз көп, өте мықты мамандарымыз көп. Көбінесе сұрасам, осы 3 кен орнынан шыққан мамандар екен. Сонда бір нені тастап кетті да, бір стандартты, бір деңгейді беріп кетті. 3 жаңағы кен орнында, теңіз, Қарашығанақ, Қашағаннан. Сол кен орындарында жұмыс істегендер мамандарымыз көбісі Катар, сол Сауд Арабиясы, Эмират, Кувейт, одан қалса басқа елдерде жұмыс істеп жатыр. Дұрыс айтасыз, негізі ол жақта да жұмыс істесін, ол жақта да жұмыс істеу керек. Дүние негізі бір үлкен ауыл болып бара тұр ғой, егер бір жағынан қарасақ. Енді сол мамандарды ұстап қалу қиын. Өте қиын, келсем. Олар белгілі бір дәрежеде өздері мамандығы бар, белгілі дәрежеде өзінің талабы да бар. Ол талабына сайда ұсына білу керек нелерді. Жалпы осы жас кәсіпкерлерге келетін, жұмыс істегісі келетінде қандай кеңес берер едіңіз осы салада? Біріншіден, егер кәсіпкерлерге тоқталатын болсақ, бірінші кезде халықаралық стандарттармен жұмыс істеу керек. Халықаралық стандарттарды түсіне білу керек. Жаңа айтып кеткендей, өзінің көзқарасын, жалпы деңгейін стандарттарының арқасында көтереді. Және де жаңа 3 кен орнының талаптары өте биік те, жаңағыдай жоғары ғой. Жаңағы сол талаптардың арқасында біздің кәсіпкерлер жақсы үйренетін мүмкіндігі бар да. Ол бизнес процестерін дұрыс жаңағыдай қояды. Сол талаптарға сай. Бүкіл өзінің жұмысын, өндірісін, барлығын сол талаптардың жанында, айналасында құрайды да, өзінің компанияның өндірістің деңгейін автомат түрде басқа деңгейге көтеріп жібереді. Сол талаптардың арқасында, сол стандарттардың арқасында. Менің ойымша, сол бірінші қатты көңіл бөлу керек, халықаралық стандарт. Кейін мамандарын оқыту керек, жұмыскерлерін әрқашанда олармен бірге жаңағыдай байланыста болып, оларға көмек беріп, шетелде тәжірибесін жинатқызып, немесе елге мықты жаңағы шақырып, профессорларды немесе тренинг дейміз ғой, соларды кісілерді алып келіп үйретіп, мамандардың деңгейін көтеру керек деп ойлаймын. Сол бір 2-3 сағат бойы енді қарайтын. Жалпы жаңағы қызықта өткенде біздің Алматының Қайрат командасы европалық неге өтті, жаңағы Champions League, чемпиондық лигаға. Реалмен ойнайды дейді. Кезінде көп талқыға салынды. Қазақстаннан осы біз Европада болуымыз керек па? Әлде Азиядағы кубоктарда болуымыз керек па? Клубтарда ойнауымыз керек па? Сол кезде әрине біз Европаны таңдадық. Өзбекстан қателеспесем, Азияны таңдады. Өзбекстан жаңағы көптеген жеңістерге тез қол жеткізді. Себебі бәсекелестік бойынша Европаның клубтары әлдеқайда алды. Ол енді рас. Біз артқа қалып кеттік. Бірақ белгілі уақытта жаңағы бәсекелестік енді мықты жәндегі соперниктермен болды ғой, қарсыластар болды да. Белгілі уақытта бізді Реал сияқты жаңа командаға ойнауға алып келді да бұл. Демек, жаңағы сөзіңіздің несі ғой, жаны стандартты жоғары қою керек, мақсатты жоғары қою керек. Соған қарай және өзінің қарсыласы неғұрлым мықты болса, сен де соған қарай дүние жүзіне дайын боласың деген. Әрине. Ол айтып отырмын ғой, бәсекелестік деген оңай емес қой. Оңай дүние емес. Жалпы адам баласы өзін әрқашанда жаңағы даму процесін тоқтамау керек қой. Жалпы әр жеке адамды айтып жатыр мен. Әрқашанда дами беру керек, дұрыс па? Үздіксіз. Век живи, век учись дейді жаңағыдай. Неғұрлым мықты қазір енді әлем дамып келе жатыр. Өзгеріп жатыр ғой барлығы. Тез өзгеріп жатыр. Енді оның барлығын жаңағы сол потокта болу үшін сен өзіңмен айналысу керексің, да? Әрқашанда даму керексің, оқу керексің, білу керексің, үйрену керексің, одан ермеу керексің, да? Ол біз жеке адамды айтып жатырық. Сол сияқты компаниялар, өндірістер, жаңағы отандық компаниялар
жергілікті өндірушілер өндіріс әрқашан дами процесінде болу керек. үздіксіз даму процесінде болу керек әрқашанда. Ол әлеммен бәсекелестікте болу оңай емес, бірақ оның болу үшін айтып отырмын ғой, әрқашанда жаңағыдай быть в потоке, жаңағыдай развитие, айналыса беру керек. Жаңа бір не шықты ма, елге алып келіп, елде жаңағы қолданып, оны енгізу керек, жаңа сонымен жұмыс істеу керек. Жаңа бір технологиялар пайда болды ма, немесе бір жаңа шешімдер пайда болды ма әлемде, соны біліп, үйреніп, елімізге алып келіп, сол жаңа технологиялармен жұмыс істеген кезде біздің мамандар, жалпы біздің азаматтарымыз, еліміздің, олар да өзінің көзқарасын ашады, деңгейін көтереді. Кейін мысалы бара-бара өздерінен шығады жаңа ұсыныстар. Мысалы, ол қарап отыр ғой, мысалы, қалай жұмыс істейді, да? Өзінің бір ұсынысын айтады. Мысалы, неге біз мысалы мына бөлшекті ауыстырмасқа, біз мына жерден осы үнемдейміз ғой деп, эффективность көбейеді ғой деп, та. Солай өзімізден пайда болады да, жаңа ойлар, идеялар, ұсыныстар. Мысалы, біз Қытайда айтып отырық та, Қытай енді алда кетіп қалды ғой қазір. Бәрі мойындап жатыр. Қатты кетіп қалды деп айтып отырық. Олар енді қызығы қалай ол осы деңгейге жетті олар. Бірінші олар батыс пен Европаның, Американың компанияларымен тығыз жұмыс істеді ғой. Бірге жұмыс істеді, тығыз жұмыс істеді. Олардың бәрін тартты, технологиялардың барлығын тартты. Сол технологиямен бірге жұмыс істеді, үйренді, бәрін жаңағыдай копиялады. Ол да болды арасында. Разбирать етіп, собирать етіп, жаңағы бүкіл қарап, қалай жасалынып жатыр. Сөйтті де олардың өздерінің мамандары бірте-бірте өздері мықты маман болып кетті да, өздері ұсыныстар жасай бастады. Былай жасақ болады ғой, былай жасақ болады деп сөйтті да, өздері алға кетіп қалды. Ал оның басында сонда да Американың, Европаның, басқа да елдердің алып келді ғой, мамандарын алып келді, технологияларын алып келді, бәрін тарта бер. Сөйтіп бірте-бірте алды да өздері мықты болып кетті. Өздері үйреніп алды. Қалай жұмыс істейді? Алға кетіп қалды. Сөйтті де өздері алға кетіп қалды. Сол сияқты ғой. Вот жаңағы импорттың осы тәуелділігінен бұлар мысалы соңғы кездері менде бір естіп жатырмын, мысалы Ресей компанияларда алдында сөйтіп жұмыс істеген екен, Казаньда. Мысалы мұнай компаниялар шетелдің мықты компанияны алып келеді, олар бірге СП құрады. Сөйтіп бірте-бірте жаңағы технологиялардың бәрін үйреніп, біліп, кейін мысалы олардың бір келісім шарттары бар шығар, бір 10 жыл біткеннен кейін ары қарай өздері алып кетеді екен. Сонда енді алдында сондай болған, қазір енді білмеймін қалай болып жатыр жағдайлар. Бірақ сол дұрыс та, біз одан еш қорықпау керекпіз, одан ұялмау керекпіз. Біз шетелден маманды алып келдік, шетелден затты алып келдік, ода тұрған ештеңе жоқ. Ол бізге көмек береді ғой. Олар енді қанша жылдан бері 100 жылдық тарихы бар артында отырған. Бізден бір күнде бола алмаймыз ғой жаңағыдай. Бірақ үйрену үшін бізге бір құралдар керек, құжаттар керек, құралдар керек, мамандар керек. Соның бәрін үйреніп, біліп, көріп, соның бәрі керек болады бізге. Жалпы бәрін сен тастап, жәндегі білмейді екенін қабылдап, кішіпейілді жасап, тез алып, үйреніп кету керек қой. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Жалпы енді осы көз жүгіртетін болсақ, осы салада жүргеніңізге біраз болды. Өткенде де білесіз, қазірге де білесіз. Жалпы осы келешек 5-10 жылдықта қазақстандық өндіріс қай салада дамиды деп ойлайсыз? Қандай ұсыныстар жалпы айта кетесіз? Біз мұнай-газ саласын айтып жатырық па, или жалпы айтып жатсыз ба сіз? Мұнай-газ саласын, одан кейін жалпы. Мен сіздерге былай айтайын. Біздің еліміздің басты бағы деп айтайық, да? Мұнай мен газ. Біздің экономикамыздың тірегі, іргетасы мұнай мен газ. Онда біз онымен мақтан тұту керекпіз. Қанша Алла Тағала бізге жаңағы мұнай мен газ, одан бөлек басқа да табиғи ресурстарды беріп отыр бізге. Ол біздің артықшылығымыз, біздің үлкен жаңағы преимущество, байлығымыз бүкіл әлемде. Оны біз мойындап, оны біз мақтану керекпіз. Ол бір. Ал енді осы күнге дейін бізде мұнай газ жаңағы жақсы мықты кен орындар бар, ашылып жатыр. Менің ойымша әлде көп біздің ресурстарымыз, мұнай газ, әлі ашылмаған, зерттелмеген кен орындар көп. Егер солай қарайтын болсақ, біз мысалы жақын бір 10, 20, 30 жыл деп айтайық,
ресурстарымыз әлі көп. Ол ресурстардың барлығымен жұмыс істеу керекпіз. Оны жұмыс істеу үшін не керек? Бізге жабдықтар керек, құрал бөлшектер керек. Енді кадр керек. Сол кен орындармен жұмыс істеу үшін біз мамандарымызды жақсы деңгейде көтеріп, үйретіп, одан бөлек өзімізде сол кен орнымен бірге жұмыс істейтін, сол кен орнында жұмыс істейтін тауарлар шығару керекпіз. Мысалы, небір енді сорғылар бар, жаңағыдай арматура деп айтамыз, кабельдер бар, электр жабдықтар бар. Көп қой енді салада, мұнай газ саласында қолданатын тауарлардың көп түрлері. Мұның барлығы керек болады бізге. Мұның бәрін не үшін айтып отырмын мен сізге? Жақын бір 10, 20, 30 жылда бұл құралдардың барлығы керек болады. Инвесторлар қызығат біздің елге осы күнге дейін. Ол инвесторлармен біз жұмыс істеу керекпіз. Ол инвесторлар ақша құйған кезде біз оларға жергілікті тауар дайындау керекпіз. Сол шетелден олар алып келмеу үшін, елде сатып алу үшін біз жақсы мықты өндіріс ашу керекпіз. То есть біз мүмкіншілік алда десеңші әлі алда мүмкіншіліктер бар. Сол тұрғыда мен ойымша мұнай газ саласында әлі біз бірге жұмыс істейміз. Мұнай газ саласында әлі жұмыс істейміз. Ресурстар әлі бар, көп. Ашылмаған кен орындар өте көп деп ойлаймын өзім. Және де басқа да біздің эксперттер айтып жатыр ғой, еліміз бай деп. Сол тұрғыда біз жұмысымызды жалғастыра беру керекпіз. Өндіріс деген индустрия ғой. Индустрияның басқа деңгейге көтеріледі. Басқа деңгейге көтеруінің себептерінің бірі ғой. Бүкіл әлеммен сауда жасайық. Біз осы жаңағы тауарларды өндіріп шығарып, басқа елдерге сатайық. Неге сатпасқа? Бүкіл әлеммен сауда жасайық. Экономикалық қарым-қатынастарын ұлғайтайық, нығайтайық, мысалы. Ол мен тек қана бір мұнай газ саласын айтып отырмын. Ол мұнай газдан шыққан, мысалы, түсіп жатқан пайданы үкімет басқа, қазір өзіңіз көріп отырсыз, басқа салаларға жұмсап жатыр. Мысалы, қазір цифровизация деп жатырық, искусственный интеллект деп жатырық. Басқа да салалар, ауыл шаруашылығына көңіл көп бөліп жатыр да үкімет. Сол барлық салалар дамыту керек, көңіл бөлу керекпіз. Бірақ ешқашан да ұмытпайық, еліміз мұнай газға өте бай, ол біздің мақтанышымыз. Соның арқасында жақсы басқа салалар дамиды, жақсы жетістіктерге жетеміз біз. Қадірін білу керек қой. Бәрінің сенің қадірін біліп, оны мақтану керекпіз біз. Ана көбісі айтады жаңағыдай, голландская болезнь жаңағыдай деп айтады ғой. Менің ойымша, ел енді тәуелсіздік алған кезде өте қиын кезеңдерден өтті. Өте қиын. Оны біз қазір енді тоқыдық, әлем көрдік, әлеммен жұмыс істеп жатырық. Қазір мүмкін айту оңай шығар бізге. Жаңағы эксперттік бір өзіміздің ойымызды айтып жатырық та, қазіргі таңда. Ал сол кезде қиын болды ғой, мысалы. Ел енді тәуелсіздік енді алды, инвесторлар жоқ, жаңағыдай. Сол қиын жағдайдан, қиын кезеңдерден біз өттік қой. Әрине. Шүкір Аллаға, Енді біз соның бәрін өтіп, өзімізге мықты мақсат қойып жатырық. Жақсы азаматтарымыз білімді, білікті болып, оқуларын бітіріп, жұмыстарын жасап жатыр. Өзіңіз айтпақшы, бүкіл әлемде жұмыс істеп жатыр біздің еліміздің азаматтары. Ал мен білем, кез келген еліміздің азаматы ол елін сағынады. Сағыныш деген болады. Біз енді бүкіл әлеммен жұмыс істеп жатырық. Іс-сапарларға барамыз, арасында демалыстарға барамыз енді. Сол кезде де бір уақыттан кейін елге тартып тұрады. Мысалы, мен жеке өзім сондаймын. Еліме тартып тұрады. Мен ойлаймын, ол тек қана менде емес, басқа азаматтар сол. Біз өзінің еліңе ғана керексің. Басқа ешкімге еш жерде сен керек емессің. Бөтенсің ғой. Жұмыс істеуге болады, тәжірибе жинауға болады, шетелдіктермен жақсы дос болып, қарым-қатынасты нығайтып, ұлғайтып, бизнес процестерін жаңағыдай жасап, оның бәрін жасау керекпіз, оның бәрі дұрыс. Бірақ елдің аты ел, өзінің кіндік қаның тамған жер, сол жерге сені тартып тұрады әрқашанда. Менің ойымша біздің үйдегі әке-аналарымыз, ата-аналарымыз, бабаларымыз осы бізге айтып кетті. Осы патриоттық сезім деген, ол елге, жерге, тілге деген сүйіспеншілік, құрмет. Соның арқасында бізге сол барлық келді да, біз енді өзіміз сіңіп, өзіміздің балдарымызға беріп жатырық. Менің ойымша ол бәрібір келеді елімізге, қайтып келеді.
менің ойымша дұрыс жұмысын істесін, тәжірибесін жинасын, кейін елге қайтып келіп елге өзінің септігін тигізсін. Бұл елде, осы елде өсет, бала шағасы осы елде тұрады. Сондай бір тұрғыда мемлекеттің, үкіметтің, президенттің ұстанымы осы. Еліміз үшін барлығын жасау керекпіз. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет, Дастан мырза. Мен қателеспесем, сіздер осы бағытта үлкен бір форум жоспарлап жатсыздар. Қазақстанның мұнай газ саласы, жалпы осы машина жасау бағытында. Біз 25-26 қыркүйекте үлкен форум ұйымдастырып жатырық Ақтау қаласында. Оны энергетика министрлігінің өзінің бастамасымен өзі басқарып келе жатыр. Бізде атсалысып жұмыс істеп келіп жатырық. Ол үлкен форумға біздің жергілікті өндірушілердің көрінісі болады. Одан бөлек біздің үлкен 3 кен орнының операторлары қатысады. Бірінші басшылары, өзінің техникалық мамандары келеді. Жаңағы сатып алу департаментінен адамдар келеді. Одан бөлек біздің естуіміз бойынша Қазмұнайгаз компаниясының өкілдері келеді. 2-3 министрліктің өкілдері келеді. Депутаттар қатысады, сенаторлар қатысады, мәжіліс депутаттары қатысады. Батыс облысының әкімшіліктерінен өкілдері болады. Жалпы шетелдің компаниялары келеді. Және де одан бөлек Eni, Shell, Chevron компанияларының өкілдері келеді, инвесторлар келеді. Үлкен форум болайын деп жатыр. Осы мүмкіншілікті пайдаланып отырып, сіздерді шақырайын деп едім. Өзіңізді, Абзал, сізді шақырып отырмын. Одан бөлек біздің көрермендерімізді шақырып отырып, келіп, қатысып, 2 күн осындай мықты бір іс-шара өткізейін деп жатырық. Ол іс-шара және басында жақсы тапсырыстарға қол қойылады. Біздің осы кен орындармен, жергілікті өндірушілермен бірге. Сол және де сізге бір жақсы бір жаңалықты айтып өтіп кетейін. Біздің құрылтайшыларымыз жаңағы КПО ТШО компаниялары ғой. Бізге жақын арада Қаламқас-Қазар оперейтинг деген компания кірді. Білесіз ғой өзіңіз, үлкен жоба, үлкен кен орын, ел үлкен үміт артып отыр. Сол үмітті ақтауға енді біз қазір IMB орталығы, Қазмұнайгаз, жаңағы Қаламқас-Қазар оперейтинг компания бірге атсалысып жұмыс істеп жатырық. Сол үмітті ақтау үшін. Одан бөлек бізде осы бір аптаның ішінде бізге Силена компаниясы кіріп жатыр. Өзіңіз білесіз, уже нефтехимия үлкейіп жатыр. Біздің жаңағы IMB орталығының құрамы үлкейіп жатыр. Одан бөлек біз где-то бір 2-3 аптаның ішінде Петрокем компаниясы кіреді. Сонда бүкіл алдында үкіметтен сондай тапсырма болды сондай. Қазақстанда жаңа инвестициялар, жаңа жобалар егер ашылып жұмысын бастайын деп жатса, IMB орталығымен бірге жұмыс істесін деген. Потому что біз бір жерде барлық мағлұмат болу керек. Бір жерде болады. Бизнесқа оңай да, біздің өндірушілерге оңай. Бір жерде барлық мағлұмат болады. Осы үлкен жобалар бойынша. Сонда біз жаңағы қайтып өтіп кетейін, эффект масштаба дейді ғой. Масштабтың әсері арқасында бізде тұрақтылық пайда болады. Компанияларға жақсы сұранысты бере аламыз да. Ол өзінің экономикасын сол сұранысқа байланыстырып басқаша санайды. Мысалы, сіз бір мекемеге өзіңіздің өндірісін сатасыз ба, жаңағы тауарыңызды, немесе бір үшеуіне ма? Оның экономикасы өзінің құны өзгереді. Құны өзгереді ғой. Біз сол тұрғыда үкімет осындай бізге мүмкіншілік беріп отыр. Бизнеспен бөлісіп, бір жерде бүкіл мағлұматты жинап бөлісіп отырыңыздар деген. Жұмыстарыңызға, істеріңізге берекет берсін. Дастан мырза, ұлғайып жатсыздар, көбейіп жатсыздар, жоғары деңгейде, халықаралық деңгейде ары қарай жұмыстарыңыз жалғаса берсін. Жалпы Қазақстаннан үлкен халықаралық деңгейде стандарттарына сай көптеген компания шығатынына үлкен үміттеміз. Ол болып жатыр, бола берсін, көбейе берсін. Істеріңізге сәттілік. Келгеніңізге көп рахмет подкастқа. Оқырмандармен бөліскен өте көп пайдалы ақпарат, мағлұматтар болды. Жақсы. Көп рахмет, Абеке, шақырып осындай өзекті, маңызды сұрақтарды көтеріп, талқылап, енді өз жағымнан барынша жауап беруге тырыстым. Мүмкіндіктердің барлығы алда. Біз үлкен нәтижелерге
жетеміз. Сол нәтижелерге жету үшін жүйелі жұмыс жасау керекпіз. Дұрыс айтасыз. Иә, ерінбей еңбектеніп сол жұмыстың арқасында жақсы нәтижелерге жетеміз. Сізге рахмет. Көп рахмет. Жақсы. Сәттілік сіздерге. Рахмет.